Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен осындай сынбайтын, жұмсақ, оқтау мен жаюды қажет етпейтін медовик тортының өте жеңіл рецебімен бөлсемін. Егер медовигіңіз қап-қатты болып, бір жасағаннан шықпайтын болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, осы әдіспен жасап көріңіз. Достар, менің каналымда осындай торттардың, бисквиттердің түрлі құпиялары айтылады. Өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпа. Ең алдымен сары майды баяу отта ерітіп, үстіне 2 ас қасық бал салып, және де 1 шай қасық ас содасын саламыз. Өзімізге қажетті түске келгенше осылай араластырып отырып, отта біраз уақыт ұстаймыз. 4 жұмыртқаның үстіне 1 стакан қант қосып, әппақ пена болғанша араластырамыз. Осындай қоюлықта болады. Масса әптен суыған соң барып қосамыз. Әйтпесе жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Онды міндетті түрде електен өткізіп, пенамызды басып алмай, ақырындап осылай төменнен жоғары қарай араластырамыз. Бірнеше рет бөліп құйып, қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, онды тек описанияда көрсетілген грамм бойынша ғана саламыз. Көп салсақ, біздің тортымыз қатты болып кетеді. Егер медовик тортының түсін қоп-қоңыр болғанын қаласаңыз, сода қосқаннан кейін реакцияға түскен кезде баяу отта көбірек ұстайсыз. Осымен тортымыз дайын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.